Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздерге нан арқылы қалай арықтауға болатынын айтатын боламын. Кептірілген нан соншалықты құнарлы тағамға жатпайды. Дегенмен көп жеген жағдайда салмағыңыз артып, семіріп кетуіңіз ғажап емес. Мұндайда нан пайдалы бола ма әлде зиянды ма? Пайдалы болу үшін ақ нан мен батоннан дайындалған кептірілген нандар өте пайдалы саналады. Бірақ диета үшін нанның бұл түрі өте құнарлы болмақ. Кез келген кептірілген нан құнарлы болады. Оның осындай құнарлы не құнарсыздау болуы құрамына қосылған қоспаларға байланысты. Мысалы, қант, шоколад үгіндісі немесе мейіз тағы басқа заттар қосылса, мұндай нанның құнары өте жоғары болады. Арықтау үшін нанның бұл түрін таңдамаған дұрыс. Кептірілген қара нан. Қара нанның басқаларда қарағанына құнары төмендеу болады. Құрамында жас ұнық көбірек, ал көмірсулар аз кездеседі. Бұл арықтағысы келетіндер үшін өте пайдалы. Қоспарласыз кептірілген қара нанның 100 граммында 335 килокалорий бар. Кептірілген ақ нан. Ақ нанда қарапайым қанттар өте көп. Сол себепті де ол қандағы қант құрамының өзгеруіне алып келуі мүмкін. 100 грамм ақ нанда 400 килокалорий бар. Өздеріңіз байқағандай, қара нанға қарағанда ақ нанның құнары көптеу. Дегенмен кептірілген ақ нанды да, қара нанды да диеталық деп есептеуге болмайды екен. Диета кезінде арықтағысы келетіндер үшін кептірілген нан таптырмас ас бола алмайды. Өйткені оның құнары жаңа піскен наннан сәл ғана төмен. Бірақ бұл диета кезінде кептірілген нанды қолдануға болмайды деген сөз емес. Диетологтар кептірілген нанды тіске басар орнына жеуге болатынын айтады. Тек тағам құнарын есептеп жейтін болсаңыз ғана кептірілген нанды тамақтану рационыңызға қоссыңыз. Әсіресе қара нанның 1-2 данасы 1-2 сағатқа дейін қарынның ашпауына көмектесетінін есте ұстаңыз. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, менің каналыма қолдау білдіріп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.